Математика пәні тақырыбы 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 22-ші сабақ. Оқушылар, бүгін ондықтан аттап өту арқылы екі таңбалы сандарда ауызша қосуды және азайтуды қайталайық. Мысалы, 37 қосу 17. Мәнін табамыз. Алдымен бұл есептің мәнін таппас бұрын 17 санын жүктейміз. 10 және 7 сандарына. 37-ге бірінші қосамын 10-ды, оған қосамын 7-ні. 37-ге 10 қосқанда 47, 47-ге 7-ні қосқанда болады 54. Азайтуға мысал қарастырайық. 54 азайту 17. Мұнда да 17 санын жүктейміз. 10 және 7 санына. Алдымен 54-тен азайтамын 10-ды, одан азайтамын 7-ні. 54-тен 10 алғанда 44, 44-тен 7-ні алғанда 37. Қазір балалар, сендер осыған ұқсас есептерді шығаратын боласыңдар. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 7-сі үй жұмысы. Номер 4, 51-ші бет, есепте.